Altın gök asmanı, altın gök dalası, göklerin aslanı, yerine karşı, yüzüne birliğin namus şutluğu, namusun birliğin kazanın mutluluğu. Biz topқа бөліну үшін шеңбер бойынша төртке дейінгі сандар бойынша санай қоямыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Бірінші топ мындай келе қойыңыздар. Екінші топ бойынша номер бойынша санаған сандарымыз бойынша мында 1, 2, 3, 4-ші топтың сол бойынша отыра қойыңыздар. Жайғасып жарай ма? Алдында тұрған бас киімді, мойынға тағатын галстугымызды таңып алуымыз керекпіз. Ендеше, отан туралы қандай да бір мақал мәтел болмасын, қандай да бір өлең шумақтары болмасын білеміз бе? Қай топтан өлең шумақтарын оқи алады? Отан туралы немесе мақал мәтел айта алады. Сержан. Отан отандастық. Жарайды, отандастық. Екінші топ. Муслим. Отан үшін күрес, елге тиген үлес. Жарайсың. Отан үшін күрес, елге тиген үлес дейді. Анасы, елдің анасы дейді. Жарайды, мақал мәтел біледі екенбіз. Ендеше өлең шумақтарын білетін оқушылар бар ма? Тәуелсіздік жолында талай-талай тер тамған билігім өз қолында, еркіндігім елдің. Жарайсың, тамаша. Жақсы, мына топтан өлең шумақтарын айтайын. Арнет айта ғой. Ең бірінші бақыттым халқым менің, соған берем ойымның алтын келін. Ол бар болса мен бармын. Ол болмайтын қымбатырақ алтыннан ақыл. Жарайсың, тамаша. Фатима. Отаным менің Қазақстан, атыңнан сенің айналам, бас иіп саған өтемін, жасай бер жасар Қазақстан. Жақсы, тамаша. Мына топта инабат өлең шумақтары болса айта ғой. Қалқытып, ақшы үйірге жерге жасарған да жанымын елмен бірге. Келді дос сүйсіндірді қолымды, қош, махаббат, қою достық қалмайды. Жарайсың, тамаша. Балалар, мінекей біз отан туралы мақал мәтелдер арқылы, отан туралы өлең шумақтардан отанға деген ыстық сезімді, тәуелсіздіктің оңай келмегендігі туралы істедік, білдік. Әр өлеңнің астарында үлкен мән, мағына жатыр екен. Солай ма балалар? Жақсы, ендеше тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Бүгінгі біздің өтетін сынып сабағымыздың тақырыбы мемлекеттік рәміздер киелі құндылығымыз атты сабағымызды бастайық. Дәптерімізді ашамыз. Бүгін күннің жадын жазайық. Жақсы ма? Бүгін сәуірдің 22-сі. Дәптерді ашамыз. Күннің жадын жазамыз. Балалар, мемлекеттік рәміздер еліміздің егемендігі мен тәуелсіздігін паш ететін нышандар. Рәміздер мемлекетіміздің өткені мен негізі. Мемлекеттік рәміздер халқымыздың рухын, ұлттық сан-санасын, қаһармандығы мен даналығын болашаққа үміт артады. Біздің мемлекетіміздің арман тілегін жеткізетін ерекше құндылықтың белгілері балалар. Желбіреген аспан түспес байрағымыз халқымыздың арман асқақтатып, қыран бүркіт тұтып, келешекке ұрпаққа жеткізу бұл біздің парызымыз, сонымен қатар борышымыз. Біздің Қазақстан Республикасының рәміздеріне не жатады? Я, Жанетке? Елтаңба, тағы да? Көк ту, байрақ, солай ма? Я, тағы не жатады? Елтаңба жататынын білдік, ту жататынын білдік, тағы да не жатады? Қазақстан Республикасының рәміздері, нышандарына не жатады? Я, Анирей, орныңыздан тұрыңыз. Дұрыс айтасыңдар, әнұран, елтаңба және
біздің көк туымыз жатады екен. Балалар, біз осы рәміздер күнін қай күні тойлаймыз? Жақсы балалар, дұрыс айтасыздар. Қазақстан Республикасының рәмізіне біздің көк байрағымыз, біздің елтаңбамыз, сонымен қатар әнұранымыз жатады екен. Балалар, сонымен қатар біздің осы рәміздер күнін қай күні атап өтеді екенбіз? 1992 жылы 4 маусымда бекітілді. 1992 жылы 4 маусымда бекітілген екен. Мынау біздің Қазақстан Республикасының несі? Көк байрағы екен. Көк түс нені білдіреді? Көк түс нені білдіреді? Ашық аспанды білдіреді екен. Және ашық аспан астындағы бейбіт елді, бейбіт тіршілікті білдіреді екен. Осы туға қарай отырып біз нені көріп тұрмыз? Күн, бүркіт, сонымен қатар ою. Қазақтың оюымен істеген екен, бейнеленген екен, көмкерілген екен. Жақсы балалар, көк түсті біздің байрағымызда бейнеленген күн және ою, сонымен қатар қыран. Кім жалғастырып айтады? Қандай мән мағынасы бар осы? Нені білдіретіндігі туралы айттық. Енді осы туымызда бейнеленген ою, күн, сонымен қатар қыран бейнесі бейнеленген екен. Осы әр бейнеде мән мағына жатыр. Соны кім айтады? Яғни Бұл Қазақстан Республикасының көк туы. Бұның ортасында шұғылалы күн бейнеленген, ал оның астында қыран бүркіт бейнеленген. Оң жақ тұсында ұзын ою өрнектелген. жарайсыздар балалар, тамаша. Жаңа біз рәміздеріміздің бірі көк туымыз, көк байрағымыз туралы білдік. Ендеше біздің рәміздеріміздің бірі елтаңба туралы не біледі екенсіздер балалар? Кім айтады? Мерей. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының негізі шаңырақ. Шаңырақ ол отбасының белгісі. Күн шеңбері түндік таза аспанның бейнесін көрсетеді. Елтаңбамыздың жоғары жағында 5 бұрышты жұлдыз бар, ал екі шетінде қанатты пырақ бейнеленген. Дұрыс айтасың. Жарайды балалар, сол елтаңбаны тағы да біз нелерде көреміз? Күнделікті өмірде. Мерей. Дұрыс айтасыздар. Ақшаларда, теңгелерде көреді екенбіз. Тағы да балалар, сол елтаңбамыздың бейнесі тағы нелерде көрініс табады? Кім біледі? Сержан. Қазақстан азаматтық төлқұжаттарда. Төлқұжаттарда, дұрыс айтасыз, тамаша. Нұрбибі, тағы нелерде бейнеледі? Шекаралық белгілерде, дұрыс па балалар? Тағы неде бейнеленеді? Ресми банкілерде. Ресми банкілерде. Балалар, біздің туымыздың авторы кім екен? Шәкен Оңғарсынұлы Ниязбеков. Авторы білдік. Ендеше Қазақстан Республикасының елтаңбасының авторы кім екен балалар? Қанат. Жандарбек Мәлбеков пен Шот Аман Уәлихан. Дұрыс айтасыңдар. Суретші кім екен? Сәулетші Шот Аман Уәлихан екен. Жарайсыңдар балалар. Қазақстанның ұлттық киімі туралы не білеміз? Не білеміз ұлттық киімі туралы? Нұрбибі. Қазақстан ұлттық киімі туралы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздері туралы Қазақстан Конституциялық заңында көзделген жағдайларда орындалады. Оны келген тұрып, оң жақ алақанды кеуденің сол жағына қойып. Оң жақ алақанымызды демек кеудеміздің сол жағына қойып орындайды екенбіз. Жүріп тұрып орындайды екенбіз. Солай ма балалар? Жақсы. Балалар, тағы да киім туралы не білеміз? Бейбіт. Гректің киім сөзі қазақша ұран салу деген ұғымды білдіреді. Грекшеден аударғанда ұран салу деген мағынаны білдіріп тұр екен. Солай ма? Жалпы елді жау шапқан кезде сарбаздарды жинауға ат шаптырып, ұран салып, осы киімді айтады екен балалар. Бұл деген киіміз бізге рух берген, жауға қарсы ерлікпен, күреспен келу үшін жұмылдыру мақсатында айтылған ұран іспеттес екен. Солай ма дейміз? Жалпы киімін Қазақстан Республикасында неше рет ауыстырылды? Жалпы Қазақстан Республикасында киім 2 рет ауыстырылды.
екі рет ауыстырылған екен. Кімнің тұсында ауыстырылған? Нұрсұлтан Назарбаев. Иә. Экс-президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлының тұсында ауыстырылған. Олар біздің жаңа гимніміз қай жылы ең алғаш рет орындалды? Кім айтады? Фатима. 2006 жылдың 10 қаңтарында мемлекеттік гимн алғаш рет орындалды. Иә, 2006 жылы 10 қаңтарда алғаш рет жаңа гимніміз орындалған екен. Сол жаңа гимніміздің авторлары туралы не білеміз балалар? Шәмші Қалдаяқов, Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев. Нұрсұлтан Назарбаев президентіміз осы жаңа әнұранның шығуына үлес қосқан екен. Сөзін істеген екен. Қазақстан Республикасының рәміздері туралы сіздер көптеген мәліметтерді біледі екенсіздер. Ендеше сергіту мақсатында біздің сыныбымыздың оқушыларының орындауында адай күйін қабыл алайық. Мемлекеттік рәміздер мақтанышын, ұлы отанның алаулып жақтанышын, шот амандай атама көп рахмет, өзіңдей мен танымадым мақтанышын. Гимніміз шырқалып шекасқанда, не жетеді ел жүрек шебасқанда, рәмізіміз абырой ар-ұятты, бақытты ел екенбіз, талас барған. Қабан байлар қорғаған алып отан, мойымаған кетседе жарық болғандар, найзасымен жауларын түйреп жүрген Махамбет Исатайдан алып қалыптап рәмізіміз, боламыз болашақтың жарығымыз, еңбек білім жүректе әрке жиған, батыл қазақ алтынның батырымыз. Тың істерге бастаймыз барша еңбекпен, күшіміз бірлікпенен әрке жеткен, құшақ жайған жастары ұрпағы бар, Алматымыз астанамыз көркейген. Рәмізінен көркейген алтын елім, қамқорлығы қаланың алтын елім. Жырға қосам рәмізін ел отанның,